Ben ömür yolumda Kegen Audanı деген Алматы облысының ауданында Сойердің азаматымын. Kegen ауданында Ұзынбұлақ деген ауыл бар, Сойерде туғанмын. 1934 жылы. Мен ömür жолымда сол Kegen ауданындағы Жылсай деген ауылда сода мұғалім болып бастадым. 4 жылдан кейін Ұзынбұлақ деген ауылға келіп, Сойерде мектепте мұғалім болдым, арта мектептің директоры болып қызмет жасадым. 76 жылы осы Абай ауылына көшіп келуге тура келді. Құдайға шүкір, қазір 7 балам бар, одан өндіп өскен бір шама немерелер, шөберелеріміз бар. Соларды қызығын көріп жатқан жағдайым бар. Мен Қыстаубайқызы Ұлжалғас 1942 жылы октябрьдің 15-інде Алматы облысы Kegen ауданының Бөлексіз ауылында өмірге келгем. Соғыстың қайнап қызып тұрған кезінде 42 жылы июнь айында соғысқа кетіп, содан оралмады. Әкем кеткеннен кейін 3 айдан кейін өмірге мен келдім. Ауыл шаруашылығы маманы болатын әкем. Ал шешемнің, анамның аздаған сауаты бар. Мал шаруашылығын отчетын беру керек, тұзын әкеп, шөбін беру керек, түсіру керек деген сияқты жұмыстар атқарып, соғыс кезіндегі бар қиыншылықты көріп, жаңағы Бөлексіз, Kegen деген жерлерде қыс қатты болады. Міне сондай қиыншылық кезде сол жерде өмір сүрдік. Нағашы атам Талдыбаев Азанбектің ұлдан қыздан жалғыз баласы. Біздің соншалықты қиналғанымызды сезіп, 47 жылы соғыс біткен соң бізді өзіне көшіріп алып келді. 7 жылдық мектеп ашылды. 7 жылдықты 57 жылы бітіріп, Жалаңаш орта мектебіне кеттім. Мен Жалаңаш орта мектебіне кеткен кезде, мен жолдасым Ермек Жылсайға институт бітіріп, математика пәнінің мұғалімі болып келген екен. 59 жылы біз үйленіп, үйлі баранды болып, үлкен қызымыз Нұргүл дүниеге келді. Сол Ұзынбұлақта, Қарқарада осы 7 баламыз өмірге келді. 7 жылы мына көрші ауыл Әзірбаев, Райымбек ауылында Әзірбаев мектебі, қазақ мектебі ашылып, мен сол қазақ мектебіне мұғалім болып сояққа ауысып кеттім. 79 жылыма сол мектепке Ермек директор болып барды. 5 мектепте жұмыс істептік жаңа. Жылсай бастауыш, Ұзынбұлақ орта мектебі, Қарқара орта мектебі, Әзірбаев, мына Мәлік Абдуллин 5 мектепте жұмыс істеп, коллективтің ортасында беделді, сыйлы, оқушылар алдында да, ата-аналар алдында да өз еңбегіміздің жемісін көрсек, оқушыларымыз да сыйлап, құрметтеп, бізді үлгі тұтып, балаларымызды ұлды ұяға қондырып, қызды қияға қондырып, немерелерімізді деген сияқты ұяға қияға қондырып, солардың қызығын көріп, бақытты бір жанұя болып отырмыз. Анамда бар, әкемде бар менің, шүкір айтам Аллаға сансыз. Ақыл айтар таусылмайтын кенім, не істер едім бұл екі жансыз. Жетеледің, жетектедің мені, қолда барды аямадың сен. Ана әке жақсы көрем сені, жүректерің жұмсақ сондай кең. Разы болсын Алла сізге ана, өмір беріп өсіргеніңе. Разы болсын Алла сізге әке, бар қатемді кешіргеніңе. Тағзым етем алдыңызда ана,
ақ сүтіңді ақтай алам ба? Тағзым етем алдыңызды әке, сүйіп болғанмын ғаламда, сүйіп болғанмын ғаламда. Ұрпағыңа үмітін артып, асыр салып шапқаным үшін, ақ бесікте әлдейіңе балқып, мәпелетіп баққаның үшін. Ай, ардақта жырақтасың жаным, сағыныштың күйін шертемін. Бір Алланың арқасында бәрі, орны бөлек асыл әкенің. Разы болсын Алла сізге ана, өмір беріп өсіргеніңе. Разы болсын Алла сізге әке, бар қатемді кешіргеніңе. Тағзым етем алдыңызда ана, ақ сүтіңді ақтай алам ба? Тағзым етем алдыңызда әке, сүйіп болғанмын ғаламда, сүйіп болғанмын ғаламда. Разы болсын Алла сізге ана, өмір беріп өсіргеніңе. Разы болсын Алла сізге әке, бар қатемді кешіргеніңе. Тағзым етем алдыңызда ана, ақ сүтіңді ақтай алам ба? Тағзым етем алдыңызда әке, сүйіп болғанмын ғаламда, сүйіп болғанмын ғаламда.